дыбыс және әріп. Көлік оталғанда, жүргенде біз оның дауысын естиміз. Ара ұшқанда біз оның ызыңын естиміз. Ал далаға шықсақ, құстардың әдемі сайраған дауыстарын естиді екенбіз. Балалар, біз дыбысты құлақпен естиміз, ауызбен айтамыз. Ал әріпті көреміз, оқимыз, әрі жазамыз. Дыбыстар екіге бөлінеді: дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыс өкпеден шыққан ауаның еш кедергіге ұшырамай, еркін шығуынан жасалады. Дауысты дыбыстар мынадай түрлерге бөлінеді: тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық, қысаң, еріннің қатысына қарай еріндік және езулік. Әрқайсысын атап өтейік. Тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке дауыстылар: а, о, у. Жіңішке дауыстылар: ә, ө, е, и, у. Жақтың қатысына қарай ашық, қысаң дауыстылар: ашық: а, ә, о, е, қысаң: и, у, ү. Ерін мен езудің қатысына қарай еріндік, езулік: еріндік: о, у. Езулік: а, ә, и. Келесі дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар дегеніміз өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан жасалатын дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейміз. Олар б, в, г, ғ, д, ж, з, қысқай, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ч, ш, ш, х, у. Қазақ тілінде барлығы 25 дауыссыз дыбыс бар. Ш дыбыс емес, әріп. Ол ш созылыңқы қос ш дыбысының таңбасы. Дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді болып үшке бөлінеді. Қатаң дауыссыз дыбыстар: п, ф, к, қ, т, с, ш, ш, х, ц, ч, х. Ұяң дауыссыз дыбыстар: б, в, г, ғ, д, ж, з. Үнді дауыссыз дыбыстар: р, л, қысқа и, у, м, н, ң. Балалар, бүгінгі дыбысқа байланысты ережені үйде қайталап оқимыз.